Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Қайыпберген Жадыра. Бүгінгі видеода қазіргі таңда хит болып жатқан кері байланыстың бір түрі бағдаршам әдісімен бөліскелі отырмын. Егер де жасау жолын үйренгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіздер, өз әріптестеріңізбен видеоны бөлісе отырыңыздар. Ал енді жұмысты бастайық. Бізге бұл бағдаршам әдісін жасау үшін Ginzy деп аталатын платформа қажет болады. Google'ға осылай жазып кіреміз. Мінекей алғашқы беті осылай ашылады. Разрешит куки деген басамыз. Сосын начать Ginzy деген оң жақ жоғарыда батырманы басамыз. Аздағы загрузка жүреді. Allow cookies деген таңдаймыз. Одан кейін мына жерде оң жақ төменгі бұрышта next деген тұр. Болмаса ортасындағы дөңгелектер тұр ғой. Соларды басып, яғни келесі беттерді көріп шығамыз да, ең соңында get started деген батырманы басамыз. Мінекей оң жақ төменгі бұрышта тұр. Мінекей жұмыс беті ашылды. Мынау төменгі жақта біздің жұмыс жасайтын құралдарымыз тұр. Осының арасында мінекей background деген бар. Осыны бір рет шертеміз. Яғни бұл бізге бағдаршамның артына арналған фонда құрайтын функция. Image дегенге барамыз. Осы жерде қалаған суретімізді таңдаймыз. Негізі аппақ фонға да бағдаршамымызды қойып жұмыс жасай берсек болады, бірақ кішкене бір әдемілік үшін былай сурет қоюға болады. Бұның өзінде simple, photos, текстура деп әртүрлі бөлімдерге бөлінген. Қайсысын қалайсыз, соны просто үстінен бір рет шертесіз де суретті таңдай қоясыз. Мінекей мына суретті таңдайын. Енді төмендегі tools деген мына жерде батырма тұр. Осыны басқан кезде біздің алдымыздан бағдаршам ең бірінші болып шығады. Осы бағдаршам үстінен бір рет шертеміз, сол кезде біздің экранымызға бірден шығады. Одан бөлек мына жерде негізі ойынның түрлері өте көп, просто әрқайсысын қарап, ашып көру керек, түсіну керек, қалай жұмыс жасайтынын. Барлығын проба ретінде тегін пайдаланып көре аласыз. Қазір енді бағдаршамды таңдайық. Мышканың сол жағын осы бағдаршамның үстінен басып отыру арқылы жан-жаққа жылжыта аламыз. Қазір Start деген батырманы басамыз. Бұл жерде бізге түсініктеме беріп жатыр. Негізі X-ті басып просто өшіре салсақ та болады. Start дейтін болсақ, қайсысы нені білдіреді, соны мінекей былай көрсетеді. Next деп баса саламыз. Енді оң жақ төменгі бұрышында көк стрелка тұр ғой. Соны басу арқылы мышканың сол жағын басып отырамыз, жібермей, былай бағдаршам көлемін үлкейтіп кішірейте аламыз. Мінекей енді 3 точканы басып, duplicate деген басақ, яғни дублировать деген басатын болсақ, бұл екінші рет көшіріледі, үшінші рет солай бала санына қарай осылай дубликация жасап көшіріп аламыз. Енді төменгі жақта Т деген батырма тұр, осыны басамыз. Яғни текст жазу. Мына жерге экран любой бір шетінен бір мышканың сол жағын шертеміз да, текст жазамыз. Сосын мышканың сол жағын екі рет осы жағы текстің үстіне шертеміз, яғни былай выделять етіп алу деген бар ғой, солай белгілеп аламыз да, сосын барып өзгертулер жасаймыз, жирный аламыз, курсивный болсын, размерін өзгерту, цветін өзгерту деген сияқты. Word, PowerPoint сияқты ғой, бір аса бір түсіндіретін несі жоқ. Түсін ауыстырамыз, мына жерден 14 деп тұр, көлемін, Arial деген жер, яғни шрифт, осылай ауыстырамыз. Сосын 3 точканы басып, duplicate деп дубликация жасап, келесі балалардың атын дәл осы размерде, дәл осы шрифтпен жаза беретін боламыз. Енді төмендегі 3 точканы басамыз. Осы жерде Save As деген бар, яғни сақтау. Одан кейін Google аккаунтымыз арқылы осы платформаға тіркелеміз. Яғни Continue with Google деген таңдаймыз. Құрметті әріптестер, егерде видео пайдалы болып жатқан болса, өз әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Тағы да Continue with Google деген таңдаймыз. Осы жерде Google аккаунтымыз шығады, соны белгілейміз. Тағы да Продолжить дегенді басамыз, Continue деген. Енді мына жерде Select All деген жерге галочка қоямыз. Сонда барлығына бірдей галочка қойылады. Сол төмен қарай түсеміз. Тағы да Continue деген батырманы басамыз, яғни Продолжить деген ғой. Енді мына жерде төменде My Lesson деген текст тұр. Осы жерге жаңағы жасаған жұмысымыздың атауын береміз. Мен мысалы бағдаршам деп жазамын да, одан кейін оң жақта тұрған Save деген, яғни сақтау деген батырманы басам.
Мінекей осылай біздің жобамыз сақталады. Одан кейін біз осы жобаның сілтемесін өзімізге көшіріп аламыз. Солай WhatsApp-ға немесе Telegram-ға бір чатқа жіберіп қоямыз да, кейін соны ашып аламыз. Мысалы, ана жерде төменде шея деген бар, яғни отправить деген, поделиться деген батыр ма. Осы жерден сілтеменің значогы тұр. Осыны басамыз. Сол кезде сілтеме шығады. Копи деп копировать етіп аламыз. Мінекей копи деген басып аламыз. Сіздерге мысал ретінде көрсету үшін, жоғарыда плюсті басамын. Осы жерге мына сілтемені просто вставить етемін. Жаңағыдай WhatsApp-та біреуге, Telegram-ға осылай бір чатқа бір жіберіп қойсаңыз, осы сілтемені мектепке барған кезде сол сілтеменің үстін просто баса салу арқылы осы жаңа кері байланысыңызды ашып аласыз да, үлкен экранда оқушыларыңызға көрсетіп, жұмысыңызды жасай бересіз. Мінекей дәл жаңа сілтемені көшіріп қойдым, бірден ашылды. Осылай оқушыларыңызбен жұмысты жасай бересіз. Мына 3 точканы бассаңыздар, display in full screen деп тұр ғой, яғни экранды сәл үлкейтеді. Солай сәл экранды үлкейтіп жұмыс жасауға болады. Құрметті әріптес, егер де видеом сіздерге ұнаған болса, онда осы видеоға лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, әріптестеріңізбен видеоны бөлісе отырыңыздар. Және де менің парақшама тіркелген етіңіздер, себебі алдағы уақытта осындай пайдалы ақпараттар көптеп шығатын болады.